Менің әкем Жолдасбек дейтін кісі ақ көңіл, өзі адал, мемлекеттің ісіне де мүлкіне де адал кісі еді. Өз бойы ұзын, сұңғақ, толық ат көтере алмайтын адам болатұғын. Оқысы белгілі, өзіміздің елге белгілі Темір би деген кісінің ұрпағы. Темірден Қожамқұл туады, Қожамқұлдан Ақбота туады. Бұл сол Ақботаның баласы. Біздің негізгі, біз енді қазақ айтады ғой, жеті атасын білмеген жетесіз деп. Тегіңді айту айып емес, білу керек, әркім өзінің тегін. Менің бір айтатыным бар, қазақ ұруға бөлінбейді, ұрудан құралады деп. Біз ұрудан құралған еліміз. Біздің тарихымыз өте тереңде. Сол біздің аталарымыз, сол Темір би оғысының туған өзінің өлкесі, тұрған жері, ата-бабасының оғысының мекені, қазіргі Қызылорда облысының Тереңөзек дейтін ауданы, сонда Қараөзек деген жерде тұрған. Мен Қызылордаға барған сайын сол жерде аралап көріп қайтам. Қайран бабаларым жүрген жері ғой, табаныңыз жатыр ғой мұнда, жарықтықтарым ау деп. Дәл сырдың бойында. Темір сол елге өзінің төңірегіне белгілі би болған кісі екен. Кейін Ақмешітті басқарған Перовскиймен екеуі келісе алмай, сонымен сол жердегі ошақтыларды алып, біздің ұруымыз Ошақты дейтін ел. Ол Ошақты Бәйдібек бабаның, солардың бір баласы, Бәйдібектің бір баласы Жәлмембет дейтін кісі, сол Жәлмембеттен тараған Ошақты дейтін ел боламыз біз. Оның ішінде тас жүрегі боламыз. Ошақтан шыққан игі жақсылар аз болмаған, тәуба. Қазақ қай заманда да өзінің елінен шыққан азаматтарды ардақтаған, мақтаныш тұтқан. Ондай біздің мақтаныштарымыз біздің де болған. Сол атамыз сол Перовскиймен келісе алмай, екеуі сонымен сөйтіп ағайын туған сөйірді ошақтыларды алып, қасында інілері бар. Сөйтіп Тереңөзектен қазіргі Жамбыл облысының Талас ауданына көшкен. Сөйтіп Таластың бойына қазір Шорал дейтін Сақбоз бар, сол Сақбоздың жеріне келіп қоныстанған. Біздің ата-бабаларымыздың кейінгі мекені осы. Ал одан кейін жаңағы біздің Қожамқұл дейтін атамыз Темір бидің баласы өзінің жақын ағайындарын алып, Қаратаудың баурайына, қазіргі біздің Ақтөбе дейтін жерге, Қапшағай дейді, Қапшағайдың аузына көшіріп әкелген екен. Ол Қаратаудың етегінде. Ауылдың жанында Қоңыртөбе бар, өте биік төбе. Қоңыртөбеге шықсақ, Ақтөбенің басына шықсақ, бүкіл әлемді көргендей болатынбыз. Қоңыртөбенің етегінде біз өстік. Соның етегінде біздің үйіміз сол жерде болды. Әкем жақсы кісі еді. Сол қызмет істеп жүрген жерінен колхоздан ат мініп келсе де, бұл сендердікі шырағым дейді. Сосын жаңағы біз мен мінем деп таласамыз ғой енді балалар. Сосын айтатын, бұл мемлекеттің мүлкі деп. Қоғамның мүлкіне тимеңдер, мемлекеттің мүлкіне тимеңдер дейді оны. Өзі де солай болды. Есімде біз Жаңабай дейтін жәкеміз болды. Кезінде Қарнақта оқып білім алған, өте терең білім алған кісі. Ескіше оқыған адам.
Соғысы біздің ауылда колхозды басқарды, Ақтөбе колхозын. Үйдің, біздің үйіміз көрші, арамызда үй жоқ. Сол екі үйдің ортасына қазық бар, ат байлайды, сол атты мен көкем жұмысқа көрші колхоздың партияның секретары болды. Соған қызметке кетейін деп атқанда, жанысы ғой енді. Жаңабай дейтін жәкем соғысы колхоздың бастығы келіп, атының тартпасын тартып, ауыздығын салып, қолтығынан демеп, мінгізіп жіберетін. Бір күні сонда інісін ұрсып тұр екен. Қоғамның мүлкіне тиме шырағым деп. Сол сөз мен құлағымда қалыпты. Біздің әкеміз сондай шындыққа тәрбиеледі. Ал енді біз өз басымыз, біз жаңағы Темірдің баласы Қожамқұл дедім ғой. Қожамқұлдың әйелі Қызжан дейтін әжемнің тәрбиесінде өстік біз. Сонда бұл кісі мен әкемнің де әжесі. Ақботаның шешесі, Қожамқұлдың әйелі. Әппақ бойы сырықтай, сондай бір мінсіз кісі болатын. 97-ге келіп қайтыс болды. Ауылдың бәрі, Темірдің шаңырағы дейді, біздің үлкен үй деп есептейді. Чайлауға көшкенде де алдымен біздің үйді көшіретін ауыл болып, сосын бәрі жағалай жаңағы Темірдің 4 шаңырағы екі жағымызға бөлініп қатар қонатында, сосын ары қарай жұрт жайғаса беретін еді. Темірдің шаңырағы болған үлкен үй дейді, сол үлкен үйде біздің үйге келгенде ауылдың әйелдері, келін-кепшіктердің бәрі төрге шықпайды ғой. Кіре берген кезде оң жағың оң қол жақта не бар? Ошақ бар, ошақтың жанында тіреу бар, сол тіреуден аспайтын еді. Келіп үйге келіп, 3 рет иіліп, сәлем салып, сосын түбінде, пештің түбінде дастархан жатады, дастарханнан нан ауыз тиіп кетеді ғой. Бұл енді біздің балалық кезде ешқашан мүлгімеген, өзгермеген салт болады ғой. Алғай солай болушы еді. Біз сол әсіресе менің ағам Шымыртай Қызжан әжемнің баласымын дейді ғой. Мен өйтіп айтқан емеспін, мен өз әке-шешемнің баласымын дейді ғой. Анам Қалдыкүл Рысқұлқызы дейді ғой. Кісі де өз ақын, өз әнші. Біздің ол кісі де ошақтың қызы болатын. Ошақты өзі 4 атаға бөлінеді. Байлы тас жүрек, аталық қоңыр деп. Біз тас жүрек боламыз. Менің анам аталықтың қызы еді. Аталықты ел ішінде айтады, жаңа сол салтанатқа сондай бір сол игілік істерде бір той басқарып жүретіндер сол аталықтан шығады екен. Анам әнші болатұғын, ол кісіден қалған екі әнді әйуге армандап жаратқанға дейтін әні бар. Соны мен кезінде нотаға түсіртіп, сөйтіп өсі күні кейін кезде сол біздің елге белгілі біздің әнші қыздар соны айтатын. Дәріғай армандамын, сол бір әнін осында Ардақ Балажанов айтады, жақсы айтады. Сосын бір әнін Гүлмира Сарина айтады, о да жақсы айтады әнді. Сондай дауысы жақсы, өзі әнші болатын ол кісі. Әңгімешілік кісі еді. Анамыз жақсылығын көрдік, тәрбиесін көрдік. Мен ауылда бізде бастауыш мектеп қана бар. Сол бастауыш мектеп 4-ші класс бітіргеннен кейін қайда оқимын деген мәселе туды. Сонымен апам айтты, ол кісінің туған әкпесінің баласы, мен бөлем ғой, Ысқақ дейтін, Шапыраштың ортасында Қызылжар дейтін, алғай шапыраштылар тұратын колхоз еді. Сол колхозда тұратын.
Sen onda сол Қызылжардың мектебіне бар, Ысқақтың үйінде жатып оқисың деп, мен сол Ысқақтың ауылына кеттім. Қазірде ғой енді ол таяқ тастам жер, ал ол кезде жердің түбі. Ешкім қатынамайды, арнайы біреу барып айтпаса, апармаса. Сонымен мен Қызылжарға кеттім. Менің ауылым мен Қызылжардың ортасы бір 100 шақырымдай жүр. 120 болар ма екен деп ойлаймын. Киім де жоқ ол кезде. Бүгінгідей балалар таңдап қолына ұстайтын портфель де жоқ. Апамның шүберектен тігіп берген дорбасы бар, жаңа кітап салатын, кітап қалта. Содан кейін шалбарымның арты тесік, қолдан тігіп берген, апам қолымен тігіп берген шалбар. Сол киіммен мектепке келдім. Келсем, бөлем Ысқақ дүкенші болып істейді екен, сол жерде істі болып қалып, бөлемді ауданға милициялар ұстап алып кетіпті. Бірақ кейін қайтып келді бір жарты жылда. Алып кетіпті, сонда жеңгеміз қолында болдым. Салиха дейтін жеңгеміз еді, Шапырашының қызы. Осының бір шешесі атын ұмытып қалдым, бір саржалақ кісі еді. Аузында тыным жоқ. Келе сала мен оны білмей, ешқандай қатысым жоқ. Бөлемін ұсталып кеткенде мен кінәлі болғандай болдым да. Аузы жаман еді, жарықтықтың жер хабар бермесін. Қазір енді жоқ қой осы дүниеде. Сол есіркеме жетімді, жетім бүйтербе деп жаман сөздер айтатын. Мен жауап қайтаратындай адам емеспін, баламын. Өзім жылап, сонда ана Шапыраштының жаңа Қызылжармен екі ортада тәңертең тұрсаң, ауа шайдай ашық, Қаратау көрінеді. Қаратаудың етегінде астында менің ауылым бар, Ақтөбе. Ауылым көрінбейді, Қаратау көрінеді. Қаратауды көремде, көкірегім қарсы айырып, сояқтан ауа соқса, жел соқса, кеудем тосып, Қаратаудың ауасын көбірек жұтып тұратым, жылайтымын. Апа, деп, апам тесік алды. Сөйтіп, мен жаңа шалбарым арты жырық қой енді, жыртық. Сонан үзіліс кезінде, сабақтан үзіліс кезінде мен ана жыртықты қолыммен жауып жүрем, тесігін. Сөйтсем, балалар айтады, сен жынсың ба, тік жүрмейсің ба деп. Мен осылай жүргім келіп тұрса қайтам дейді. Иә. Содан айналайын, халық деген халықтан жақсы да шығады. Мен оқып жүргенде сол елдің жақсылығын көп көрдім. Танымаймын, бірақ әкең танығандай жақсы екен. Сенбі күні сабақтан шыққаннан кейін мені Шоралдағы ошақтылар алып кетеді. Сосын кейде Кеңес Сәду дейтін колхоздар бар жерде ойықтар тұрады, олар алып кетеді. Бір күні Қызылжар, Қызыларық дейтін екі колхоз қатар. Қызыларық колхозының төрағасы біздің апамыз екен, ошақтың ұшында тас жүрек Қансұлу дейтін кісі. Ол кісінің балалары бізбен бірге қатар өсті. Шәріпбек Шардарбеков дейтін үлкен азамат болды. Диас дейтін Шардарбеков. Сосын бір күні ат жеккен арбамен келіп тұр мектептің алдына, біреу мені сұрапты. Балалар жүгіріп келді, бір апа келіп сені сұрап жатыр деп. Шықсам жаңа біздің Қансұлу дейтін апамыз екен. Сон келді, мені құшақтап жылады. Жәкем баласы екенсің ғой сен. Өлмеген екен ғой, тірі екен ғой, бар екен ғой деп. Жақсы жылады. Сөйтсем, колхоздың председателі екен. Сөйтіп мені ат арбамен ауылына алып кетті.
өсіп қаңғып жүрдім. Бір күні ошақтар кетеді Шоралға. Бір күні бір кеңес колхозының бір қызы Ақшай дейтін бізбен оқушы еді бірге. Сол айтты, Мырзатай, сен бізбен жүр, біздің ауылға жүр деп. Солармен кеттім. Солармен кеттім. Келдік ауылына. Ауласын су сеуіп, сыпырып, сөйтіп қойған екен, жақсы. Самаурын қайнап тұр. Сексеуіл менен, ана құмның жиегі ғой. Сексеуілдің иісі мұрныма керемет. Осындай әдемі сезілді. Сосын үйге кірдік, кешке таман әкесі келді. Ақшайының әкесі келді. Ақшайының әкесі келді. Ақшай, сен айтып жүрген Жолдасбеков дейтін бала осы ма деп сөйтеді. Иә деді. Ана кісі, сен қай Жолдасбектің баласысың? Ақботаев па? Тағы біреуді атады. Аға, мен сол Ақботаев Жолдасбектің баласымын деп ем. Мені құшақтап, қайран жөкең өлмеген екен ғой, артында бар екен ғой, шырағым аман бол деп, басымнан сипап құшақтап, ал жыла. Ал жылайын. Сондай басым сипаға зар болып жүрген кезім. Сол қонып ертеңіне таңертең қайтадан сабаққа бірге келдік шұбырып. Сол кезде Қызылжар орталығы не екен білмем, Шоралдан да келіп оқиды, жаңа Қызыларықтан да келіп оқиды, Сәдуден де, Кеңестен де балалар келіп оқиды. Сосын жан-жаққа тарайды өздері. Сөйтіп итшілеп жүріп, 5-ші класты бітірдім, мен 5-ші класс едім. Сөйтіп жүргенде осы көктемге таман мен бөлем келді, аман есен. Армиядан, неден? Қамаудан. Келіп, мен тартыр қасына берем ғой. Тартыр сосын мен ана кісі еді. Шеш мына көйлегіңді маған деп. Көйлегім шештім. Сосын алды да әйелін ұрысты. Сен не деген адамсың? Мына балаға қарамапсың ғой деген. Бұл арысы қазақтың баласы ғой енді. Бұл бер жағында бұл мен туған бөлем ғой мынау. Бұның не сенің? Сөйтсем, мен киім бит қаптап кетіпті ғой. Ананы алып келгенде мен байқамаппын, бит өріп шыға келді. Соны анағысы мен бірінші рет көрдім, оны көргенім алдарды сол, алды да пешке бұлай ұстап, қақтап, ана теріс айналдырып бейді. Қағып жібереді. Сол кезде кәдімгі бидай қуырғандай, жүгері қуырғандай пытырлап тұрып, биттер отқа түседі ғой. Ондайды көрген емесем қайран қалдым. Ой, сорлы, өлетін бопсың ғой сен деп. Мойның ырғайдай болып кетіпті қойсын деп. Ана бит сорады екен ғой қорғыр. Сөйтіп жүргенде айтып, итшілеп жүріп, 5-ші класты бітірдім. 5-ші класс бітіргеннен кейін Шоралдың балаларыменен, ошақтылар ғой, ағайындар көп о жерде. Шоралдың балаларыменен бірге сол ауылға кетейін деп, сөйтіп бір Қодар дейтін кісі бар еді, солың үйінің жанында арыққа шомылып сөйтіп атқанбыз. Ойнап жүр, бір баланың басы мұрныма тиіп кетіп, мұрным судай қанады. Соны жуып жатқанымда біз бетегелеу жердеміз, соны төменгі жақтан тартылдап жердің танғабын тартып бір жылқы келатыр екен. Бірден ішім сезді. Жақындай бері Қаратөбелет Қаражан дейтін бия біздің сол үйде малдың басы, төлдің басы сол. Қаражан өз жүйрік болады ғой. Қаражан келатыр екен, жердің танабын тартып. Сөйтсем торғайдай болып үстінде қарасам шымыртай отыр.
Мен енді 5 класс бітірдім ғой енді. Сонда Шымыртай менен 3 жас үлкен. Сонау жердің түбінен Қаражанға мініп, мен өткен кеткеннен хабар берем ғой, пәлен уақытта бітірем. Мүмкін болса алып кетіңдер деп. Сөйтсем Шымыртай мені алып кетуге келген екен. Қаражанды көргеннен кейін, Қаражан, сен қалай таптың мені? Қалай таптың сен Қаражан деп. Қарасам үстім алшынып, терге шомылып келатыр екен. Ал мойнынан құшақтап терін сүйе берейін. Қаражаным деп. Сосын Шымыртай құшақтап, мені құлдығым деп мені мұрным қанап тұрсын. Сөйде тұрып, жұрттың бәрі жиналып қапты қарасақ. Сонда бір әлі есімде бір Қарашай кісі бар еді. Патшайып Сағит Ильясович деген кісі еді. Сол кісі тұр екен соның ішіндегі. Математикадан береді оған. Сонда атың кім деп сұрады Шымыртайдан. Шымыртай келгенің жақсы болды. Мынау бір естен кетпейтін оқиға болды ғой. Мырзатай, бұл үміттеріңді ақтайды. Шіркін кейін бұл өскенде қандай адам болатын көрсем шіркін қандай деп сөйтеді жарықтық. Мен онан кейін оғысын білмеймін. Ол жаққа барған емеспін. Ауылға келіп, кемер дейтін бар, биік сол кемерге шыққан кезде сол төменде қоңыр төбенің құйрығында ылғи талдар біздің ауыл қоршаған, сонда кішкентай аядай ауыл Ақтөбе жарқырата қалды көзіме. Көкірегім кеңіп, тынысым кеңейіп, қуанышымда шек жоқ. Ауылға келдік. Бізде апам далаға шығып, шыдай алмай жүр екен, қашан келеді деп. Соның Қаражанды көргеннен кейін бірде шығады, бірде кіреді, бірде шығады, бірде кіреді. Әбден сасқалақтап, сөйтіп қуанған есімде апам. Сол кезде апамның қойнына кірдім, жарықтық. Мынау әрбір адам екі анасы болады екен ғой, бір анасы туған жер, бір анасы өзінің емшек беріп асыраған, өз қанатынан шыққан анаң, екеуі де анаң. Апамның қазір есімде жоқ, қалай екенін білмеймін әйтеуір, бірақ көкірегі аңқып жарықтықтың анамның сағынғаным соншалық кеудесінен шыға алмадым көпке дейін. Апам да жылап, мен де жылап. Құрысын іштеп қояды, апам бүйтіп оқығаны құрсын деп. Енді оқығаным жаман болған жоқ. Бірде апам айтатын маған, көктемде білмеймін қай жағынан келетін, әйтеуір дуылдатып біздің ауылға долылар келетін, ол цыгандар. Әлем-жәлем арбалар бір түрлі. Сөрден біздің қыздар айналады, тарағалады, шаңғобыз алады оған. Құданың құдіреті әсі күнге дейін қайран қалам, менің қасымдағы жігіттерге үнемі айтып жүрем. Әлқуатқа да айттым. Сол кездегі шаңғобышылардың шеберлігіне қайран қалам. Біздің ауылдың кез келген қызында шаңғобы жүреді. Кешке мал жайғастырып келеді, бәрі өздері келісіп, бір үйде жиналады, кешке отыра қалып, шаңғобыз тартады. Сол шаңғобыз қазір біреу кешігіп келсе, ана қыздар тартып отқан жерден қосылады ғой. Ешкім үйретпеген. Кейін қазақтың атақты композиторы, үлкен жазушы, менің курстас досым, бірге оқып мектеп бітірген Илья Жақанов айтатын, сенің ауылың бір кішігірім филармония сияқты ғой деп. Солай еді. Таңғалатын, бәрі осы екеу отырып, өлең айтатын, шаңғобыздары сондай зарлы болатын. Мен ондай шаңғобыз тартатындарды қазақтан көргенім жоқ. Ана жылы
Осы Евразия университетіне ректор болып келгеннен кейін маған үкіметтің орынбасары жүрген Иманғали Тасмағамбетов айтты: аға, Секен Тұрысбековтың оркестрін көшіріп алыңызшы Астанаға деп. Көшіріп әкеп, бәріне орын бердім, жатақханада жағдай жасадым. Сол келіп, онымен Қоңырқаз деп атадым оркестрін. Соның ішінде қазір ұмытып отырмын, жалғыз кісі бар еді, әйел. Пірімова деген кісі еді, шаңқобызшы еді. Ал енді сол Қазақстанның халық әртісі деген атақ алған адам. Біздің ауылдың, енді Құдай өзі кешірсін, біздің ауылдың кішкентай жалбаша кішкентай қыздарынан төмен тартатын еді. Ана қыздар тартқанда шаңқобыз қазір өсі күн бүйт неше түрлі құбылтатын болды ғой енді. Ол енді қорлау деп ойлаймын шаңқобызды. Ана қыздар жібекте есіп, бүйттір тартып, сол іштен тартып, зар илеткенде сай сүйегің сарқырайтын. Мен кейін мынау Әлқуат Қазақбаевқа айттым, қасымда жүргеннен кейін: Әлқуат, осыны байқаймын, бір рет мына қырғыздар шаңқобызшылардың ансамблін құрыпты. Сол қырғыздардың ішінде бар сияқты бұрынғы ескіше шаңқобыз тартатындар. Соның біреуін әкеп біздің қыздарға үйретші мына. Кімнің? Секеннің оркестрінде қыздарға деп. Сол жағы Пірімжанова ма еді? Пірімжанова ғой деймін, Пірімова ма? Сол кісіге де айттым, мына қыздарға шаңқобыз үйретші шырағым деп. Біздің қыздар соған бармады. Қатыспай қойды жөнді. Или айтқандай, біздің ауыл бір кішігірім филармония сияқты еді. Ол кезде клуб жоқ. Мен өзі қазақтың ескі қиссаларын, қазақтың ескі дастандарын естіп өскен адаммын. Біздің Елемес, Нұртазаның Елемес дейтін ағамыз болды. Кішкентай ғана темір сандығы бар еді. Елдің бәрі кешке жақын мал жайғастырып болғаннан кейін соғыстың үйіне жиналады. Соғыс темір сандықты ашып, ескі қиссаларды оқитын. Әлі жадымда сол мұңлық зарлықты оқитын, мың бір түнді оқитын, батырлар жырынан астында Алпамыс қыз жібекті оқитын. Жұрттың бәрі отырып, мәселен, Алпамыстың әке-шешесі бай бөрік сақал аналық екеуі бір перзентке зар болып қаңғып жүргенде үлкен кісілер отырып еңкілдеп тұрып жылайтын. Ой, Құдай-ай деп. Соны естіп өстім. Біздің ауылға бақсылар келетін. Сол бақсылардың ойына қатысатынбыз. Дәрет алып бару керек. Дәрет алмасам қуып шығады. Сонда бір бақсының бір өнеріне таңғалып едім. Ошақты да бүйту бар. Құс салғанда қиқулар деген сөз есімде қалыпты. Мен сұрадым, бүйту деген кім? Сонда апам айтты, ошақты да бүйту дейтін бақсы болған. Ол кісі мына өзенің мына шетінде тұрған киіз үйді сол қобызыменен бақсының сарына салып, өзенің арғы бетіне көшіреді екен деп. Ондайды көргенім жоқ, бірақ естігенім сол. Ескі бақсының сарындары да керемет болатын еді. Ауыл сол кезде аралап, домбырасын арқалап жүретін жаңағы жыршылар көп болатын еді. Соның ішінде есімде қалғаны мына оңтүстіктен келетін жыршылар көп болатын еді олар. Кейде сырнайын салып алады, арқалап, не екенін білмей жайып жүретін. Мына Жамбылда бір сөз бар ғой. Қаздай қалқып ерінбей, өлеңтердім жасымнан. Мәйкөт ақын Құлманбет орын берді қасынан.
Майлықожа қолыншақ пірімеді басырған, айтқандары нұсқыды, жаралған сөз асылдан дейді. Сонда өзімен айтысқа түскен жаңа Құлманбетті, қазақтың атақты жырауы ақын, ұлы ақыны Мәйкөтті өзімен тең санап отыр. Орын берді қасынан дейді. Майлықожа құлыншақ пірімеді басырған дейді. Майлықожаны пір санап отыр құлыншақ. Сол Майлықожаның термелерін айтатын кісілер ол кезде көп еді. Біз сол Майлықожаның мысалдарымен, нақыл сөздерімен өстік. Жаман болғанымыз жоқ. Қандай қиындық болса да мен қашпадым. Оқуға тырысып ұмтылып жүрдім. Менің ағам Шымыртай, менен 3 жас үлкен, менен 3 жыл бұрын мектепке барып, мен 1-ші классқа барғанда ол 4-ші класс деді. Сол 4-ші класста жылда қала береді ғой. Мен 4-ші класста оған қуып жеттім. Сонда екеуміз мектепке бірге барамыз ғой. Бірге отыратынбыз, басқа не жоқ, класс жоқ. Апам келіп оятады. Тұрыңдар, сабақтан қаласыңдар деп. Мен тез тұрамдар, киініп алып дайын тұрам. Шымыртай ұйықтап жата береді. Bir кезде апам қайтадан келеді. Қазір апа дейді. Қайтадан ұйықтайды. Тағы келеді. Қазір апа тұрам дейді. Тағы келеді. Bir кезде апам қайтадан келіп, тұр Шымыртай, қалдың сабақтан. Сабақ құрсын, бармайым дейді ол. Ал енді содан ба білмеймін, әйтеуір. Оқуған бұйырмады, ынтасы болған жоқ. Соның кесірінен ол білімсіз қалды. Мен оқу іздеуден қашпадым. Сөйтіп, әркімнен естиміз ғой. Жамбылда ол кезде, қазір Тараз қаласын Жамбыл дейді. Жамбылда интернат деген болады екен. Интернатта балалардың бәрі бірдей екен, киінеді, бірдей тамақ ішеді. Ешкімді аламайды өкімет деп. Сонымен апам айта бердім, апа, соған барам мен деп. Құданың құдіреті. Бұл енді 6-шы классқа өткенім бұл. Сонда ауылдың сол кезде автобус жоқ. Анда-санда күніне 1-2 машина өтетін шығар, Сарысу Созақ жағының. Тас жолда тұрып қол көтеріп, кейбіреу алады, кейбіреу алмайды. Сол бір машина алып, Сәскеде бір машинеге міндім, тоқ, асфальт жоқ. 100 шақырымдай жерге Сәскеде мініп, кешке түнде жеттім ғой, Таразға, Жамбылға. Қарасам, аспандағы жұлдыздардың бәрі жерде отыр. Шам. Сөйтсем, электрдің жарық екен ғой. Ол кезде білмейміз ғой, біз ондай жарық болатында. Сөйде тұрып, әбден қамығып жыладым. Қайда баратын білмеймін. Жылап тұрғанымда бір кісі келді, өзі бір тез жүретін кісі екен. Қай бала, неғып жылап тұрсың деп. Аға, мен мына қаланда білмеймін. Қайда баратын білмей тұрмын. Қайда келдің? Мен осында интернат бар деген естіп, соған келіп едім дедім. Жылама жүріп мен апарам сен деді. Сөйтіп, мені интернат қалып кетті жаңағы кісі. Ойдым. Құдайдың мұнысынан шүкір қайран қалдым. Қалай жолықтан әкісі маған. Интернатқа келді. Соны оқу залы дейтін екен, соған мен сияқты келген балалар бар. Бәріміз соның ішінде жаттық. Ертеңіне жаңа интернат қалатын жаңа комиссия жұмыс істейді екен. Кезекпенен кіретін болдық. Біреулер жылап шығып жатыр, біреулер қуанып шығып жатыр. Қуанып шыққандар, қабылданғандар, жылағандар, қабылданбағандар. Түстен кейін 5-дерде менің де кезегім келіп кірдім, кіргесінге. Қағаздарымды қарады, бәрі дұрыс. Оқу жақсы екен, жақсы оқыған деп бәрін айтып келді. Мына жетім балалардың интернаты мынау. Сен әкем өлді депсің, әкең өлген туралы сен анықтамаң жоқ қолыңда. Қабылдамаймыз деген.
Ал мен де жаңадан шығып алып отырып жылайын. Жыладым, көп жыладым. Bir кезде жаңа төрде сол жиналысты басқарып отқан әйел шықты. Енді ол кезде мен орысша білмеймін, түсінбеймін. Кейін білдім ғой кім екен. Лидия Тимофеевна Ли деген кісі екен. Кореянка өзі. Сосын маған айтты, жаңа түнде мені алып келген кісі осы интернатта тәрбиеші екен. Екеуі бірге шықты. Сосын ана кісі менен сұраса керек, неғып жылап отырсың деп, ана кісі аударды. Оқуға түспей қалдым деді. Интернатқа алынбай қалдым. Әкем қайтыс болған туралы анықтама жоқ екен, справка. Енді қайда баратынын білмеймін. Сосын ана кісі бірдеңе деп еді, жаңағы тәрбиеші айтты аударып, мына кісі бұл бала менімен жүрсін, бүгін біздің үйге қонады, сосын мен сөйлесіп көрем, мүмкін басшылар рұқсат берсе аламыз депті. Қуанып кеттім, мен қолымнан жетектеп, ана кісі жарықтық, білмеймін қазір қайда екен. Лидия Тимофеевна деген көкірегімде қалды менің. Үйіне алып келдім мен. Сөйтсем интернатқа жақын екен, базардың жанында бір жекеменшік үйде. Ылғи сол үй, Пушкин дейтін көшесі қаз-қатар бір жекеменшік үй болады. Үйіне келдік. Суық күйеуі ғой дедім. Суық кісі екен, күлмейді, жымимайды, ештеңе сұрамайды менен. Үйінде газет оқып отыр екен, қорқып кеттім мен өзім. Өмір ондай жерге бармағам, тіл білмеймін. Сосын тамақ берді, іштік. Мен кіре берісте диван бар екен, сол диванға маған төсек салды. Соған жаттым. Жатқанда қай бір жатсы дейсің. Бөтен үй өлтіріп қояма деп те қорқасың. Қайда, неге келдім, бұған қайдан келдім деп. Алаңдап жаттым. Bir кезде сол терезенің алдында ит байлаулы тұр екен. Ана шамның жарығы маған түсіп жатты. Мені көреттің абалайдан айтты. Одан сайын үрейім шығды. Сөйтіп таң атқанға дейін көз ілгенім жоқ. Ертеңіне жаңағы кісі менің қолымнан жетектеп қайта интернатқа алып келді. Кейін білдім, сөйтсем, ол кісінің күйеуі Жамбыл облыстық оқу бөлімінің бастығы Залин дейтін кісі болған екен. Залин. Соның орынбасар екен. Соған күйеуіне мән-жай түсіндіріп айтқан екен. Сөйтіп алыңдар депті бір баланы. Интернатқа алыңдар деп. Сосын бір қағаз жазды. Арызың жаз қазақша деп. Сосын енді түсінбеймін, енді түсіндім не екен. Мен интернатқа қабылдаңыз деп жазу керек екен. Сөйтіп жаздым да қол қойып бердім. Сол қағазым қалды. Мен сол әйелдің арқасында интернатқа түстім. Сол жерде бір аспазшы бар екен, тамақ пісіретін. Төт Соня дейді ғой біз. О да кореянка. Соны ертеңіне мен қолымнан жетектеп Төт Соняға апардым. Әйел орыс па бір, баласы бір ақсаңдап қылый баласы бар еді, орыстан аумайды. Кішкентай бір жапырақ кісі екен, сонымен тапсырды. Мен білдім, не айтып жатқанын, сездім шамасы. Мына балаға жақсылап тамақ беріп жүр деген болу керек. Сөйтіп, интернатқа қабылдандым. Бірақ интернат жанында бір арық бар. Жан-жағы көгал, сол көгалда жатып кейде. Апа деп жылайым ауылға қарап. Апа деп. Наның сағындым деп. Апам табанан сағынатымын. Мұрныма иісі келетін. Интернатта таңертең 2 түйір қант береді. Кешкі шайда 2 түйір қант береді. Соның 1 түйірін жеп, өзім 1 түйірін сақтай бердім апама. Қыстың күні каникулда 1 дорба қант болды. Сол 1 дорба қантты каникулға келгенде ауылға үйге апардым. Сосын
Bizge kaytarda bir kiyim berdi. Niye ekенин bilmeymiz. Karasam ne? Appak kiyim, köylögü de, dambalı da. Sağolga keldik, kelgenden keyin ertegine ballarımla oynayımız go. Kiyip çıkmayın ben dalaga. 6. klasını okumuştum. Kiyip çıkkamda ballar var. Oybay. Mırzatay'ın kostümü kara. Appak. Mırzatay'ın kostümü appak. Men özümden kostüm dep жүрüpmün. Ay, ustamаңдар қолдарыңа. Кыргыласыңдар деп қоямын жақа. Сөйтсем, Құдай ана костюм деп жүргенім, жаңа оның дамбалы, кальцон екен ғой. Анау соның іштен келетін көйлек екен жаңа. Кейін біз 9. класс өткеннен кейін сөйдім, 6. 7. 8. класс бітірдім. 9'ды да бітірдік. Сөйтіп бітірген кезімізде біздің Талас ауданында интернат ашылатын бопты. Бізде сол әр ауданның интернат ашылса, әр ауданның балаларын өзіне жібереді екен. Біз Талас ауданына жіберді. Мен Қаратау қаласында болды интернатымыз. Қазір Қаратау, ол кезде Шолақтау. Қаратауда суда жаңа салынған мектеп екен. Сталин атындағы мектеп. 10. класста мен сонда көшірді, сол мектепке келдім. Сол Сталин атындағы мектепте біз бұл Сарысудан келді, Илья Жақанов. Жан жақтан сол екі ауданның интернат екен, Сарысу ауданы мен Талас ауданы. Сарысу ауданынан бірнеше бала болды. Сөйтіп Қаратау мектебінде, Шолақтау дейміз, Сталин атындағы мектепте мен 1954 жылы 10. класс бітірдім. 10. класс бітірдім. Менімен бірге Илья Жақанов бітірді. Осы жерге кідірейді ғой.